Өкпе артериясының тромбоэмболиясы бұл тромб түйіндерімен өкпе артериясының бір бағамы немесе тармақтарының бітеліп қалуы. Өкпе артериясының тромбоэмболиясы терең жатқан венаның өте қауіпті асқынуы. Жеткілікті ем болмаған жағдайда оң жақ қарыншаның жеткіліксіздігі дамуы және жүрек тоқтауы мүмкін. Соңғы жылдары жедел өлімнің себебі бойынша 3-ші орында. Қауіп-қатер факторлары егде және қарт жас, гиподинамия, соңғы 12 апта ішіндегі аяқтардың иммобилизациясы немесе оның салдануы, 3 күннен артық төсектік режим, өткерген операциялар, әсіресе жамбас ағзалары, ішке аяққа және аяқ сынықтары мен варикоз аурулар жатады. Клиникасында жедел ентігу, кеуде қуысының ауырсынуымен жүретін ентікпе, тахипноэ, тахикардия, жөтел, қан түкіру, цианоз, мойын веналарының пульсациясы мен ісінуі. Диагностикасында жалпы қан анализі, антикоагулянтты терапияны таңдау үшін Д-димер, қанның газдық құрамы, ЭКГ, кеуде торының рентгенографиясы, эхокардиография және магистральды қан тамырлардың ультрадыбысты зерттеуі мен КТ-ангиопульмонография. Жедел көмек, шұғыл госпитализация, антикоагулянтты терапия, тромболитикалық терапия, ауырсыну синдромын анальгетиктермен басу, бронхоспазм дамығанда бета-2 адреnomиметиктерді ингаляция арқылы беру, гипоксияны коррекциялау, сатурация мен гемодинамика көрсеткіштерін тұрақты түрде бақылау.